Так, Жамбыл облысы, Әлібек. Тіл мәселесі туралы дейді. Менің сұрағым Иманғали Нұрғалиұлына. Қазір үкімет мектептерде үш тілдікті енгізіп жатыр. Бізді мазалайтын баяғы сол қазақ тілі. Ол қиын жағдайда сіз үкімет басшысының орынбасары ғана емес, жалпы азамат ретінде бұл туралы не ойлайсыз дейді. Енді тіл саясатына келгенде үш тіл, орыс тілі. Орыс тілі белгілі кешегі отарлық заманынан бастап қанымызға жаппай сіңген тіл. Ашығын айту керек, халқымызға әлемнің ілім білімінің есігін ашқан тіл. Сондықтан бұл бәрімізге түсінікті, белгілі, бұлда анау мәселе жоқ сияқты. Солай емес пе? Ағылшын тіліне келетін болсақ, ағылшын тілі бұл болашақтың тілі. Жалпы техника, технологиядан, жалпы өркениеттен қалмаймыз десек, міндетті түрде ағылшын тілін білуіміз керек. Бұл тіпті шартты тілде білуіміз керек. Оны біреу түсіну мүмкін, біреу түсінбеуі мүмкін. Бірақ сіздер, жастар, шетте оқып келген жастар, сол басқа мемлекеттерде тіл мәселесі қалай дамып, сол ағылшын тілдегі зерттеу жұмыстар, технологиялар, тағы да басқасымен танысып келген жастар, сіздер түсінесіздер, білесіздер, жалпы қолдайсыздар деп есептеймін. Ал енді бағанағы айтқан тіл саясатына келгенде ең өзекті мәселе жалпы ана тілі жөнінде, қазақ тілі жөнінде. Соған келіп тіреледі. Солай емес пе? Осы 25 жылдың ішінде елбасының тапсырмасы бойынша үкімет мынау қазақ тілінің, ана тіліміздің қолдану аясын кеңейту жағдайында біршама мәселе атқарды деп есептеймін. Біріншіден, заң қабылданды. Қаражаттар қажетті бөлінді, мамандар дайындалды. Бүгінгіні қарап отырсаңыздар, парламенттағы отырыстардың бәрі жаппай қазақ тілінде өтеді. Үкіметтің мәжілісі қазақ тілінде өтеді. Бірақ бір нәрсе түсініксіз. Біз осы күнге дейін жалпы қазақ тілі өзге емес, өзімізге керек екенін түсінбей келеміз. Жалпы қазақ тілі деген халықтың жаны. Бұдан артық айта алмайсың. Кезінде Міржақ кімнің айтып кеткен бір керемет қазақ тілі жөніндегі жазған бір өлеңі қазір бір шумағы есіме келіп тұр. Сүйемін туған тілді, анам тілін, бесікте жатқанымда алған білім. Сол тілде шешем мені әлделеген, еркел етіп қолыным жаным деген. Мінекей. Сондықтан елбасы осы 25 жыл бойы жастармен кездескенде де, басқа да ортамен кездескен кезде айтып жүреді. Тіл мәселесі көтерілгенде ең алдымен қазақпен қазақша сөйлесу керек. Міне мәселе осында. Біз бір-бірімізбен қазақша сөйлесек, біз өз тілімізді өзіміз құрметтесек, біз оған шын мәнінде жанашырлық білдірсек қана тілдің болашағы болады. Тіл бар жерде қазақ бар, тіл жоқ жерде қазақ жоқ. Бітті, басқа формула жоқ бұл мәселеде.